Спортшылардың сөзге шорқақ келетіні рас. Білек күшін бағалап, онысына көз жұмасын. Бәрін айтта бірін айт, бізді Лондон Олимпиадасының қола жүлдегері Марина Вольнова таң қалдырды. Қазақ тілінде сөйлеп, талайдың таңдайын қақтырды. Өйткені орыс қызының өскен ортасы қазақ ауыл. Сондықтан ол қазақша сайрап тұр. Маринамен бүгін біздің әріптесіміз Мөлдір Нұрман сұхбаттасқан еді. Боксшы қыз жүздесуінде тілшімізге біраз сырын ақтарды. Бала күнінде Марина басын шалмаған, спорттың түрі қалмаған, жасыл алаңда допта тепті, жеңіл атлетикаға да қатысып көрді. Дзюдо күресіне бел шеше кіріскенде тізесінен жарақат алды. Иықтасуға жарамай қалса да, жұдырықтасуға күші жетіпті. Биыл 7-ші жылы оның бокспен айналысып жүргеніне, білекті бекем түргеніне өзі өкінбегенмен, қыз баласының қолға түйістіруіне анасы қарсы болыпты. Ал Астанаға әкесі ақ батасын беріп, аттандырыпты. Бүкіл спорттың түрлері ауыр ғой. Хоть дзюдоны алып, хоть боксты алып, бәрі ауыр. Енді мен дзюдода, біздің ауылда только дзюдо, 2005-те дзюдо ашылған. Сол кезде бокс деген ондай вообще болған секциялар. Балдармен жүрдім. Балдармен сол футбол ойнап, жүгіріп, сөйтіп жүрген негізі. Сол менде отбасында 2 ағам, сол ағалармен сөйтіп, как бала сияқты өскен негізі. Қазалының Гөзәлі 3 жылдан бері Астанада тұрып жатыр. Олимпиадаға алғаш рет қатысып, қола медальды олжалаған Маринаға бұл жеңісі үлкен жетістік. Сын әрі сынақ, әрі сабақ болды дейді ол. Сапардан келгелі ауылына барған жоқ әлі. Ата-анасын, өскен өлкесін сағынды. Қазақ тілін ана тіліндей жақсы көретінін де жасырмады. Біздің ауылда енді только қазақтар тұрады да, сол қазақтармен араласып, мектепте оқыған кезде бәрімен қазақша сөйлесіп, тек қана үйде жүрген кезде тек қана орысша сөйлеген негізі. Сөйтіп сол қазақшаны үйреніп, сөйтіп Астанаға келіп, бәрі таңғалған маған, типа, мені қазақша сөйлейді деп. Сонда сол қазақша сөйлейді, қазақ тілі жақсы сөйлейді. Мария Вольнова Қазақстанның әйелдер боксынан шыққан алғашқы олимпиада жүлдегері. 23 жастағы жас спортшының есімі осылайша тарихқа енді. Қарсыластары өте мықты болды. Бірақ Маринаның мысы басылмады. Жерлесім Илья Ильиннің жеңісі мені де жігерлендірді дейді ол. Батыр екен, өзінді көрсеткен, дәлелдеген бәріне. Соған біз өте риза болдық. Кәдімгі көзімізге жас шықты, соны шындықты айтсақ. Бір отан үшін білмем бәрі бүкіл өзімді бергім келеді да, осылайша бір ана біздің жаңа туымызды көрсе, бір гимн айтады ғой бізде, кәдімгі білмем бір сондай бір ощущение болады. Даже кеше мысалы, да, патриотизм болады. Маринаның бос уақыты бола бермейді. Күніне 2 мезгіл жаттығады, детектив жанрындағы кітаптарды көп оқиды. 2 жерде жұмыс істейді. Бұдан да бөлек біраз сұраққа жауап алдық. Былай өмірде көйлек кигенді ұнатасыз ба, жоқ әлде балаша киіп жүресіз ба, не? Но мен көйлекті редко когда киемін, оны бір особый случай болмаса, так постоянно спортивный формамен андай. Қандай тағам ұнатасыз? Ну, біздің Қазақстанның ет тамағы, конечно, біздің қазақтың неміз. Өзіңіз қандай тағам жақсы дайындайсыз? Мен әзір өзім только үйреніп жүрмін, осы Астанаға келгеннен кейін, үйде жүрген кезде постоянно үйдегілер істейді, мен ол қолым босамай тренировкадан. Қазір нақты Астанада жүріп, уже самостоятельный өмір болып кеткен. Ну, тамақты істеймін. Бір плов, сондайлар істей аламын. Келешекте өзіңіздің бокс мектебін ашу алу жоспарыңыз жоқ па, жақсы шәкірт? Ну, пока ондай менде пландарым жоқ. Келешекте енді көреміз, мүмкін болатын шығар. Медаль не үшін істейді спортшылар? Дәмді көру шығар. Мен алтын алған кезде сол кезде істейді ғой негізі. Сол атак мен даже білмеймін. Мөлдір Нұрман, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық арнасы.